егерде қазақ болып тумағанда не терем әнін орындайтын Қуандық Рахым мен девушка из города Караганды әнін орындайтын Мәди Қадыров екеуі бір-біріне үйленсе, онда олардың бірінші баласы мен болушы едім. Қуандық Қадыров танысқаннан қуанышты. Так, ехала. 2002 жылғы мен танысып қояйық. Залда бар ма 2002-лер? Шапалақтаңыздар. 20 жыл құтты болсын. Так, мен де 2020-дамын мен де. Менің байқағаным 20 деген возраст, ол ең біртүрлі возраст екен. Сен өзіңді не үлкен қылып сезіне алмайсың, бала сияқты емессің да, не то и не другое. Менің басында екі оқиға өтті. Біріншісі мен супермаркеттен стол бар ғой, білесіздер ғой, кассаның жанында заттарын реттеп алатын стол болды. Сол столдың жанында тұрып, осылай телефонымды алып шығып, уақыт қарағам, сол кезде картам құлап қалған ғой, оңай. Мен оны көрген жоқпын, салдым да шығып бара жатсам, маған бір орыс әйел тұрады да, мужчина, вы карту уралили, мужчина. Мужчина. Мальчик деген жоқ. Ты деген жоқ. Деген жоқ, мужчина. А екінші оқиға, вообще болған қарама қайшы. Мен үйге барып жатырмын, жаяу маған қарсы бір қазақ әйел келе жатыр да, қасында қолында бітті бала бар. Яғни бітті бала жылап келе жатыр да, анырсы. Андай қарапайым жылаулар болады ғой, бармаймын, ондай емес. Ана баланікі прям временем шығатын жылаулар болды. Мен ойладым, вряд ли бегемотқа бара жатыр ана бала, иә? Мен дейді, ана әйел маған жақына келе жатыр, енді жаныма келген кезде, жылай берсең, дядяға бере салам, алып кетеді. Қайдағы дядя, біріншіден. Екіншіден, қайда алып кетемін мен оны? Мен неге өзім әзіргілем? Или өмірде достармен әңгімелесіп тұрған кезде, что-то соңғы уақытта ұйқы жоқ, что-то. Ұйқы ашылып кете береді. Кукалы возрастпен солай болады. Возрастпен? То есть 20 уже возраст па? 2-0 деген возраст, е? Тикток өшіп, немене көрейін? Поле чудес? Или андай киім сататын магазинда жүресің, білесіңдер, қыздар көп болады ма? Консультант қыздар. Клиенттан көп қыздар жүреді ғой. Полкада киім алып қалған кезде уже арастырады ғой. Көмек керек па? Вот менен үлкен қыз маған келеді да, мен көріп тұрмын үлкен екенін, өйткені көрініп тұр енді. Мұрты болды. Жоқ. Маған келеді да, ағай сізге көмек керек па дейді. Ағай? Мен ба ағай? Сен ағайсың, мен ағай емес. Сен тұрым, мен табаншақ, қайдағы ағай? Там обидно болып қалды, ренжіп қалдым. Жоқ, мен іштен алмай, мен жай қарап жүрмін, керек емес, рахмет, апай. Еще саған соны айта берсе бар ғой, сен соған сене береді екенсің. Мен айттым ғой, ұйқы бұзылды. Уже түнде аяқ қақсайды. Енді жатарда тістерімді суға салып жатсам, болды. Рахмет тауып. Сосын 20-да мені байқаған, сенде память бұзыла бастайды екен. Залда бар ма память нашар адамдар? Азар шапалақты да ұмытпаған. Память бұзылғанда еще сенде болма сондай ситуация. Үйде жүресің, какой-то момент не істеп жүргенді ұмытып қаласың. Қолында қазан шкафтың алдында. Мен ойлаймын, неге память бұзылды деп. Бұл ата-анадан, мне кажется. Қан арқылы, ген арқылы. Өйткені мен үйдегілерімде память нашар, әсіресе папанька. Папам магазинға жұмсаған кезде, ананы алып келіңіз, ана бәрін жазып берді, мен ұмытамын. Коламен рошке ғана аласыз, папа. Мамамен бір жерге продукт алған кезде, кассаға келген кезде, обязательно кассаға келген кезде. Ой, Кука, мен жұмырт қонып кеттім, кәдімсің, тұра берші мен кеттім. Бір аптаға просто жоқ. Ақшаның бәрі мамада, алдында бір адам продукты тауып үйлеп отыр, сенде паника. Инсульт сен. Мен сахнаға етіп уайымдап шықпай. Еще қырсыққанда алдындағы адам сразу өтіп кетеді ғой. Сен тұрасың, продуктыйдың бәрін қарыз қалып тұрған адам сен. Одай мамаға айтып келеді, бірақ қолында жұмыртқа жоқ.
Ачо жұмыртқа алмайтын болдық па не? Қандай жұмыртқа жоқ. Қазір тағы 4 күнге просто жоқ. А сен уже үйреніп алдың, ана жерде кассирша сен туысқаның болып шығады, оказывается. Қандай акциялар бар супермаркетте, бастықтың неше қатыны бар, сен бәрін біліп тұрасың уже кассирша. Кәдімгі память жоқ, расымен де үйде кітап оқып, мен жыныма тиетіні, кітап оқып отырған кезде уже кітаптың аяқ жағынан оқып отырасың, сол кезде бөлмеге Дәулет кірді. Қайттан кіріспеге Дәулет деген кім еді? Дәулет ол Айзеренің күйеуі. Все, дальше. Айзере деген. Айзере. Дәулеттің әйелі. Все. Сенде память бұзыла бастайды екен. Еще 20-ға келгенде мені байқағаным адамның ұйқысы бұзылады екен. Или айттым ба, память жоқ уже. Мен ұйықтайтын кезде, сен ұйықтамай қоясың да, ал жай телефон или кино көрейін десе, ұйықтап қала бересің қайта. Болама сондай кім деген. Мен киноның бір моментін 3 рет көрем айналдырып. Айналдырасың, ұйықтап қаласың, айналдырасың. 2 моментті оянасың, біріншісі телефон құлап қалған кезде қолына. 2 көзің құлап түскен кезде. Еще непонятно, мен так жерде жатырмын. Сосын 20 жасында мені байқағаным, саған бәрі ақыл айтқысы келеді. Сен оны біліп тұрсаң да саған ақыл айтқысы келеді, еще айтады саған ақылды. Мен ақыл қабылдамаймын, маған керек емес деген сөз емес. Просто орнымен айтылса, мен қабылдаймын ақылды. Маған просто бір рет айтқан Кука есінде болсын. Егер 60 жасында сенде ақша болмаса, онда 60-тан кейін де болмайды. 50 жасында денсаулық болмаса, 50-ден кейін де болмайды. 40 жасында балам болмаса, онда 40-тан кейін де болмайды. 30 жасында болашаққа деген жоспарың, планың болмаса, 30-дан кейін де болмайды. Білесің бе неге? Өйткені 20 жасында мына жерде ми болмаған. Мен айтам, әдемі айттыңыз, толықтай келсем, бірақ енді шыға тұрасыз ба, пожалуйста, адам болса туалетке отырып алайықшы. Қуандық Қадыров, рахмет.